Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен оңай әрі тез дайындалатын дәмді салат жасау рецептімен бөлісемін. Картоп пен сәбізді тұзды суда пісіріп аламыз. Жұмыртқаны да тұзды суда пісіреміз. Піскен картопты үккіштен өткіземіз. Піскен сәбізді де үккіштен өткіземіз. Жұмыртқаның сарысы мен ағын екіге ажыратып, ағын бір бөлек, сарысын бір бөлек үккіштен өткіземіз. Краб таяқшаларын ұсақтап тураймыз. Салаттың астыңғы қабатына картопты жайып шығамыз. Үстінен майонез жағамыз. Жұмыртқаның ағын төсейміз. Әр қабатқа майонез жағып отырамыз. Краб таяқшаларын саламыз. Сәбізді саламыз. Майонезді жағып, ең үстіңгі қабатына жұмыртқаның сарысын қоямыз. Салаттың үстін өз қалауыңызға сәйкес безендіріп, 15-20 минутқа тоңазытқышқа қалдырып, дастарханға ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.